Гаухария Киркаева жеке кәсіпкер. 2 жылдан астам уақыт ешкі өсіріп сүт өнімдерін сатумен айналысады. Оның айтуынша бұл өте тиімді кәсіп, қиындығы да бар. Дегенмен отбасы мүшелерінің көмегімен ісі алға басып келеді. Әуелде кедергілерге тап болса да, көз қорқақ, қол батыр деп бұл іске білек сыбана кірісіп кеткен. Бұл кәсіпті бастауыма күйеуім себепкер болды. Идея соныкі. Ешкі фермасын ашқысы келді. Шет мемлекеттерге шығып, ешкі фермаларын көріп тәжірибе жинақтады. Осылайша кәсіп бастады. Біз ұлым екеуміз әлбетте оны қолдадық. Әуелі сиыр сатып алайық, көрейік деп өтініш білдірдім. Ешкі мен сиыр өнімділігін салыстырдық. Нәтижесі жер мен көктей. Біріншіден, ешкі сүті пайдалы. Бұл барлығына белгілі. Екіншіден, ешкілер әрдайым таза жүреді. Барлығын тез үйренеді. Тамақтану жайлы уақыттарын біледі. Маған ешкілерді өсіру ұнағандықтан сиырлардан бас тарттық. Кәсібімізді 2018 жылы бастадық. Жалпы осы іспен айналысып жүргенімізге 2 жыл болды. Осы уақыт аралығында тұрақты тұтынушыларды таптық. Қазір тапсырыс берушілерімнің саны өсіп келеді. Мәселен, Уәлиханов көшесінде базарда сүт сататын нысандар бар. Мейрамханалар ірімшікке тапсырыс береді. Еңбекпен өзіне деген сенімділіктің арқасында Гаухария кәсібінің нәсібін көріп келеді. Сүт көзге оңай көрінгенмен ешкінің бабын тауып, күту үшін де еп керек. Бұл екінің бірі айналыса алмайтын жұмыс. Сондай-ақ кейіпкеріміз әрдайым білімді жетілдіру де маңызды деп санайды. Біз кәсібімізді бастаған жылы күйеуім бизнес бастау бағдарламасы бойынша оқытудан өтті. Мен басында қорықтым, ал өзім бизнес бастау бойынша өткен жылы курс оқып шықтым. Ол онлайн режимде болды. Шынын айтсам, бұл керемет мүмкіндік. Осылайша ешкі сүтін өңдеу бағыты бойынша грант иелендім. 2020 жылы Атамекен кәсіпкерлер палатасынан 555.600 теңге көлемінде қаражат бөлінді. Кәсіп иесі асыл тұқымды ешкілерді өсіріп, заманауи құрылғылар арқылы ешкі сүтінен түрлі өнімдер шығарады. Оның адам денсаулығына пайдасы орасан зор дейді Гаухария. Біздің ешкілеріміз Заанин тұқымынан. Сүт өнімділігі бір ешкіден күніне 4 литр. Майлылығы 3,2%, тығыздығы жақсы. 24 ешкі сауамыз. Содан 24 ешкіден күніне 60 литр сүт шығады. Менде фета, халуми, моцарелла, пиццарелла, құрт, сулугуни, чечел, брынза бар. Сүттен өндіруге болатын өнімдердің барлығын өндіреміз. Бұл өте тәтті әрі пайдалы. Грант қаражатының есебінен кәсібін дөңгелеткен Гаухария Киркаева арнайы сүт блогын ашуды көздеп отыр. Соның арқасында кәсіпкер өнімділікті арттыра түспек. Міне, біз енді сүт блогын ашпақпыз. Барлығы бөлек болады. Ірімшік өндіретін құрылғыны, арнайы тоңазытқышты грант қаражатына алдық. Әлі де толықтыратын заттары көп. Сүт блогына арнайы құрылғылар сатып алу үшін облыстық грантқа қатысу ойда бар. Жоспарға сәйкес жұмыс істеп жатырмыз. Сұраныс жоғары болғандықтан кәсібімізді кеңейтеміз.